Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге бургерге арналған булочкидің рецептімен бөлісетін боламын. Бұл рецептпен булочкиміз өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Менімен бірге видео соңына дейін болып қолдап отырыңыздар. Ең алдымен аппарат дайындаймыз. Ол үшін жылы сүттің үстіне 1 шай қасық қант, 1 ас қасық ұн және 2 шай қасық ашытқымызды салып, барлығын жақсылап араластырып, бетін жауып көпіргенше 10-15 минутқа қоямыз. Біздің аппарат дайын. Енді оның үстіне 1 жұмыртқа, шай қасық қант пен тұз және ерітілген сары майды қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Одан соң алдын ала електен өткізіліп, өлшеніп дайындалып алған ұнымызды аз-аздан қосу арқылы жақсылап жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды илегеннен соң бетін жауып 20-25 минутқа көтерілген жылы жерге қоятын боламыз. Біздің қамырымыз көтерілді. Енді оны булочкилерге бөлетін боламыз. Көз мөлшерімен де бөлсеңіздер болады. Мен осылай таразының көмегімен әрқайсысын 120-130 граммнан бөліп шықтым. Барлығын астына пергамент төселген противенімізге қойып шығамыз. Енді қамырдың бетін жауып, тағы да 10-15 минутқа көтерілгенше қоямыз. Қамырымыз 15 минут тұрды. Енді оның үстіне жылы сүтті жағып шығамыз. Одан соң күнжутты себеміз. Мен осылай барлық күнжутты сеуіп болғаннан кейін алдын ала 180 градуста қыздырылған пеште 20-25 минут пісіреміз. Міне біздің булочкамыз пісіп шықты, өте жақсы көтерілген. Енді келесі видеода ішіндегі салмасын салып, бургерді бірге дайындайтын боламыз. Менімен бірге видеода болыңыздар. Барлықтарыңызға рахмет.